Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Назым. Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Шелпекті өте дәмді, жұмсақ етіп пісірудің рецебімен бөлісемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жылыдан сәл ыстығырақ, яғни 50-60 градус шамасындағы суды ыдысқа құямыз. Тұз бен қантты салып, жақсылап араластырамыз, толығымен еруі қажет. Сары майды микроволновкада ерітіп құямыз. Май кішкене жұмсақтау болса, ерітпей-ақ сала берсеңіздер де болады. Енді үстіне жылы сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Ашытқы жұмыс істеу үшін сұйықтықтың температурасы шамамен 36-38 градуста болу керек. Енді үстіне ашытқыны салып, бетін жауып, 2-3 минутқа қойып қоямыз. Бидай ұнына кішкене жүгері ұнын қосып араластырамыз. Жүгері ұнын қосу міндетті емес, бірақ жүгері ұнымен өте дәмді болып шығады. Енді үстіне ұнды қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Маған бауырсаққа да кішкене жүгері ұнын қосқан ұнайды. Өте дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де достар, сүт пен судың температурасы өте маңызды. Екеуін қосып араластырғанда 38 градустан асып кетпеуі керек. Егер де ыстықтау болып қалатын болса, онда ашытқыш жұмыс істемей, қамырымыз көтерілмей қалады. Араластырып болған соң, үстіне кішкене сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы орамалмен орап, шамамен 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Осындай кішкене қолға жабысып тұратындай консистенцияда болу керек. Сол кезде өте жұмсақ болып шығады. 1 сағатта қамыр күшті болып көтерілді. Қамыр жабысып қалмау үшін кішкене сұйық май жағып, қамырды 7 бөлікке бөліп аламыз. Шелпекке қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап алыңыздар. Заттардың барлығын тура сол мөлшермен қоссаңыздар, шелпек өте дәмді болып шығады. Тұзы не кем емес, не артық емес. Тәттілігі де өте орынды болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей, әрбір шелпекті домалақтап алып, бетіне сұйық май жағамыз. Кеуіп кетпес үшін орамалмен жауып қоямыз. Қамырды оқтаумен айналдыра отырып жайып аламыз. Бір қамырды жайып алған соң, оны бірден пісіреміз. Пісіріп жатып, келесін жайып, дайындап қоямыз. Сол кезде шелпектің формасы домалақ болып, әдемі болып шығады. Егер де алдын ала барлығын жайып алып, сосын пісіретін болсаңыздар, шелпектер ұзақ тұрып қалады да, майға салып пісіретін уақытта бір жері қалың, бір жері жұқа болып, формасы дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Және де достар, нан ашыған кезде бірден пісіру керек. Егер де 2 сағаттан артық 3-4 сағат тұрып қалатын болса, нанды жайған кезде жайылмай, қайта-қайта жиырылып, шелпектер өте қалың болып, формасы дұрыс болмай, және де дәмі қышқыл болып кетеді. Шелпектерді пісірмес бұрын майды өте қатты қыздырып аласыздар, максималды отта. Шелпекті салғаннан кейін екі жағын аударып отырып, шамамен 3-4 минуттай пісіреміз, қызарып әдемі түс болғанша. Сұйық майды көбірек құюға кеңес беремін, сол кезде шелпектің барлық жағы бірдей әдемі болып піседі. Бір рет пайдаланған сұйық майды екінші рет пайдалануға болмайды. Сол себепті пісіріп болған соң бірден төгіп тастаңыздар. Сұйық майды екінші рет қыздырғанда адам ағзасына зиянды канцерогендер, токсикалық компоненттер бөлінеді. Міне достар, шелпегіміз дайын болды, өте күшті шықты. Менің рецебіммен жасап, комментарийға қалай шыққанын жазып кетіңіздер. Оқыған құраныңызды, дұға тілектеріңізді, ниетіңізді Алла қабыл етсін.